Саламатсыздар ма достар? Менің есімім Спанкулов Маулен, кәсіби заңгермін. Осы видеода біз ажырасқанда қалай ортақ мүлікті бөлуге және осы ортақ мүлікке кіретін машиналар, сіздердің бір квартираларыңыз, белгілі бір үйлеріңіз болса, жиналған қаражаттарыңыз, сонымен қатар осы бірге алған кредиттарыңыздың барлығын қалай бөлу керек екендігін туралы сіздерге айтып кетемін. Жалпы достар, ажырасқанда сіздердің осы мүліктеріңіз екіге тең бөлінеді. Мысалы, сіздің күйеуіңіз жұмыс істейді. Ал, например, сіз жұмыс істемеген жағдайда, немесе біреу көп ақша тауып, біреу аз ақша тауып жатқан жағдайда, ол мүліктің өзі екіге тең бөлінеді. Мысалы айтатын болсақ, осы сіздің күйеуіңіз немесе әйеліңіз кредит алған жағдайда, ол кредиттің өзінде сот арқылы екіге бөлуге болады. Ал егер сіз өздеріңіздің мүліктеріңізді осы некеге тұрғанға дейін өз күштеріңізбен тауып алсаңыз, ол мүліктердің барлығы сіздің өзіңіздің жеке мүлкіңіз болып табылады. Ол бұл ортақ мүлікке салынбайды және сот арқылы ол мүлік бөлінбейді. Ал заңды некеге тұрғаннан кейін, осы заңды некедегі табылған мүліктің барлығы осы екіге тең бөлінеді. Алайда достар, біраз осы нюанстар бар. Кейбір мүліктер, осы некеде табылған кейбір мүліктер, бөлінбейтін мүліктер де бар. Ол мүліктерге мысалы айтатын болсақ, сіздерге белгілі бір сыйақы біреу берген жағдайда, немесе осы сіздерге ата-аналарыңыз, немесе біреу сізге сыйақы ретінде бір белгілі бір мүлік, машинаны айтатын болсақ, сіздерге сыйақы шартымен берген жағдайда, мысалы ол договор дарения деп айтамыз, сондай жағдайда бергенде ол ортақ мүлікке жатпайды. Ол жеке мүлік болып табылады сіздің, және ол сот арқылы бөлінбейді. Енді сіздердің осы ортақ мүліктеріңіз қалай бөлінеді деген сұрақ туындайды. Мысалы айта кететін болсақ, сіздерде екі квартираңыз бар. Екі квартираңыз бірдей болған жағдайда, ол екі квартира екіге бөлініп, біреуі осы күйеуіне, ал біреуі болса, мысалы әйеліне қалады. Бұл бірінші жағдай. Екінші жағдай. Сіздерде бір квартираңыз бар. Ол бір квартираңызды алып былай сот екіге бөле салмайды. Сол бөле алмағаннан кейін ол квартираны күйеуіне немесе осы әйеліне екеуін біреуіне береді. Ол жаңа, осы мүліктің жаңа иесі, мысалы ол квартираны алатын болсақ 10 миллион тұрайды дейік. Осы 10 миллионның жарты пайызын, яғни 5 миллионын жаңа осы үйдің иесі өзінің жұбайына қарыз ретінде қайтарып беруге міндеттенеді. Бұл мысал негізі тек қана осы квартираға ғана байланысты емес, және басқа да мүліктерге де қатысты болып табылады. Мысалы айтатын болсақ, автокөлік, машина, яғни сонымен әртүрлі қаражаттар, жер учаскелері болса, оның барлығы негізі бағанағы айтқан схема сияқты біреуіне, яғни осы күйеуіне немесе әйеліне қалатын болса, сол жаңа иесі өзінің жұбайына 50%-ін сол мүліктің қайтарып отырады. Ал достар, осы өмірде әртүрлі жағдайлар болады. Ажырасу барысында сіздің күйеуіңіз немесе әйеліңіз өзінің атында тұрған белгілі бір мүліктерді сізге айтпай сатып жіберуі мүмкін. Осы сатып жіберудің алдын алу үшін біз осы сотқа ортақ мүлікті бөлу туралы заявлениямен бірге қосымша тағы да бір заявленияны жазамыз. Ол заявленияны орысша айтқанда обеспечение иска деп аталады. Бұл заявленияның күші неде? Сот процесіне сіз бұл заявленияны өткізгеннен кейін сот сізге соттың ұйғарымын береді. Ол ұйғарымда осы сіздің күйеуіңіздің немесе әйеліңіздің осы бүкіл мүлкі туралы соған аресттер қойылады. Сол аресттердің барлығын алып, сіз сот орындаушыға барасыз. Сот орындаушыға барғаннан кейін сот орындаушы бүкіл осы мүліктеріне арест қояды. Бұл арест осы сіздің күйеуіңіздің немесе әйеліңіздің, яғни жұбайыңыздың осы мүліктерін сот барысында сатып жіберудің алдын алу болып табылады. Жалпы негізі осы ортақ мүлікті екіге бөлу туралы заявленияны сіз сотқа ажырасу барысында бірге заявленияға қосып жазсаңыз да болады. Бірақ оны сот процесінде ондай жағдайды білмеген жағдайда сіздер бұл ортақ мүлікті бөлу туралы заявленияны осы ажырасудан бөлек сотқа өзіңіз заявление жазсаңыз да болады. Яғни ажырасудан кейін. Тағы да ескеретін бір жағдай, сотқа беру, заявленияңызды беру барысында сіздер осы ортақ мүліктің 1%-ын мемлекетке төлеуді ұмытпағаныңыз жөн. Достар, сонымен біздің осы видеомыз өзінің мәресіне жетті. Осы видеоның астында менің ссылкам, WhatsApp-ыма ссылкам бар. Сол ссылкама өтіп, өздеріңіздің осы ажырасуға байланысты және де басқа да өзіңіздің бір проблемаларыңыз болса, солардың барлығын осы ссылка арқылы менің WhatsApp-ыма жазсаңыздар болады. Сол маған әртүрлі осы проблемаларыңызды жазсаңыздар, соның барлығына консультация беріп, сіздерге бәрін түсіндіріп айтамын.